9 мамыр жеңіс күні. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке бейбітшіліктің және қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығын дәлелдейтін, отанын қорғаған жауынгерлер мен офицерлердің айбынын, жеңісті жақындатқан тыл еңбеккерлерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болмақ. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына, жеріне деген перзенттік парыздарын, ұлттық мақтаныштарын дәлелдеді. Біздің ата-әжелеріміздің ерліктері мен жанқиярлықтары, олардың өз отанына деген шексіз сүйіспеншіліктері Қазақстанның бүгінгі ұрпағы үшін мақтан тұтарлық үлгі ғана емес, бұл бірнеше ұрпақты байланыстыратын қоғамның рухани дамуы мен ұлттық қайта өрлеуінің жоғары адамгершілік негізі деп ойлаймын. Жеңіс күні абырой мен даңқымыздың мерекесі, табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншілік сын соғыста жеңіске жеткізді. 9 мамыр мереке ғана емес, бұл халықтың батырлығы, бұл жанкештілік пен жеңіске жету жолындағы ерен еңбек. Біздің азаматтық парызымыз бұл күнді мәңгілік есте сақтау, отанды сүю, елдің, жердің адал перзенті болу. Ұлы жеңістің ұмытылмайтыны сияқты соғыста ұмытылмастай ізін қалдырды. Сол заманда қаншама жанның өмірін қиды, қаншама жан мүгедек халге түсті. Тіпті аман-есен оралып келгендердің ойларында отан оранған күндердің елесі қалды. Жеңіс күні Қазақстан халқы үшін айтулы мереке. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде миллиондаған қазақстандық неміс фашизміне қарсы күресте жан алысып, жан беріскеніне тарих куә. Ұлы отан соғыс ардагерлерінің сол жылдардағы ерен еңбегі бүгінгі жастардың мәңгілік есінде. Осыған орай аталған материалда ұлы жеңіс күні жайлы бірқатар қызықты деректерді назарларыңызға ұсынамын. Қазақстандағы жеңіс күнінің тарихы. Қазақстан аумағында екінші дүниежүзілік соғыстың ұрыс қимылдары жүрмегенімен, сұм соғыс миллиондаған қазақ отбасын ойрандап, мыңдаған қазақстандықтың жанына жара салғаны анық. КСР-ның Еуропа бөлігін фашистер басып алған сәтте, Қазақстан елдің жұмылдыру орталықтарының біріне айналды. Мұнда 12 атқыштар және 4 кавалерия дивизиясы, 7 бригада, 50 полк құрылды. Қазақстанда генерал Иван Панфиловтың басшылығымен аты аңызға айналған атқыштар дивизиясы құрылды. Тарих ғалымдарының докторы профессор Қадыржан Әбуов республиканың сол кездегі 6,5 миллион халқының 1,2 миллионнан астамы, яғни шамамен 20% майданға аттанғаны туралы деректер айтады. Соғыс майданға кеткендердің әрбір екіншісінің, яғни халықтың 12%-ның 600 мыңнан астам қазақстандықтар өмірін жалмады. Мыңдаған қазақстандық өздерін ержүрек жауынгер ретінде көрсетіп, ордендер мен медальдармен марапатталды. Көп жылғы зерттеулердің нәтижелері бойынша ғалым ел тұрғындарының майдандағы ерлігі туралы төмендегідей деректерді назарға ұсынды. 520 жауынгер Кеңес одағының батыры атанды. Даңқ орденінің иегерлері 110 мың майдангер. Қазақ халқы Кеңес одағының 2 мәрте батыр атанған қазақстандық ұшқыштардың есімін мәңгі есте сақтайды, әрі оларды мақтан тұтады. Талғат Бигелдинов, шабуылдаушы ұшқыш, 1945 жылы 24 маусымда Мәскеуде өткен жеңіс парадының қатысушысы. Леонид Беда, әуе эскадрильясы командирі, әуеде 2214 жауынгерлік ұшуға қатысқан. Иван Павлов, эскадрилья командирі, ол 237 әскери ұшу мен шабуылға қатысқан. Сергей Луганский, жаудың 37 ұшағының көзін жойып, 390 әскери ұшуға қатысқан ұшқыш. Қазақстан азаматтары тек майданда ғана емес, мыңдаған партизан қозғалысына да қатысты. Тарихи деректерде Қазақстаннан шыққан 300 азаматтың Еуропадағы қарсылық қозғалысының белсенді қатысушысы болғаны жазылған. Тарих ғылымдарының докторы Зәуреш Сақтағанова Қазақстан әйелдерінің соғысқа қатысуын зерттеді. Сол жылдары майданға 9,5 мың қазақ қызы жұмылдырылған, еркін жалданған партизандар ретінде аттанды. Ел аузындай мерген қыз Әлия Молдағұлова мен пулеметші Мәншүк Мәметованың ерлігін күні бүгінге дейін көпке үлгі етеді. Ержүрек қазақ қыздары Кеңес одағының батырлары атағын алды. Соғыс жеңіспен аяқталып, Германия жеңілу туралы актіге қол қойғаннан кейін 9 мамыр барлық Қазақстан халқы үшін атаулы мереке ретінде атап өтіліп келеді. Ал 1965 жылдан бастап ол демалыс күні ретінде бекітілді. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі.
Жеңіс күні бұл мыңдаған ұрпақ үшін мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығын, отанын қорғаған жауынгер солдаттар мен офицерлердің айбыны, тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Біздің аталарымыз бен әжелеріміздің батылдығы мен жанқиярлығы, өз отанына деген шексіз сүйіспеншіліктері Қазақстанның бүгінгі жауынгерлері үшін мақтан тұтарлық үлгі ғана емес, бірнеше ұрпақты байланыстыратын қоғамның рухани дамуы мен ұлттың қайта өрлеудің, жоғары адамгершіліктің негізгі болмақ. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі, табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншілік қатал соғысты жеңіске жеткізді. 9 мамыр мереке ғана емес, ауыр еңбек пен халықтың батырлығы. Біздің парызымыз бұл күнді есте сақтау. Біздің ардагерлеріміз, олар кемде кем қалды. Оларға лайықты кәрілікті қамтамасыз ету, көмектесу керек. Ешқашан жауынгер мен жеңісті еңбегімен соққан еңбекшінің ерен ерліктері ұмытылмайды. Бүгін біздің азаматтық міндетіміз болашақ ұрпақты отанын сүюге, елінің, жерінің адал патриоты болуға, достық пен бірлік туралы түсінік беру арқылы отан сүйгіштікке тәрбиелеу. Еліміздің дархан даласы кең, аспаны ашық болсын. Жұдырықтай жұмылған білектей бірікке кеңпейіл қазақ елі жасасын. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.